Егер сіздің күйеуіңіз бір жарты жыл болды жұмыс істеп жатқан жоқ, денсаулығы барлығы бар, шүкір, бірақ жұмыс істемейді, диванда отырады, кино қарайды, ұйықтайды, тамақ ішеді, сіз жұмыс істеп жүрсіз әйел басыңызбен. Әйтеуір балаға қарайды, анда-санда. Болмаса ауылды жерде тұрсаңыз мал жайлайды, болды сон. Бірақ дұрыстап ойланыңыз да, арақ ішетін болса, арақ ішпейтін болса да, ойланыңыз, мынау үлкен сигнал негізі, үлкен белгі. Бұл адам болмайды. Сіз бекке айтамын, адам болмайды. Ананы сылтау, осылай үйреніп қалды үйде жатып. Сіздің тапқан ақшаңызды жеп, сол интернет болса болды оған. Киносын қарап, анда-мынасын телевизор қарап. Жоқ, адам болмайды бұлар. Ауылдық жерде жұмыс жоқ деп айтуы мүмкін. Қалаға кетсін, уақытаға кетсін, бір жерге жөндер. Біреудің қол астына стройкаға кірсін, немесе малмен конкретно айналсын. Екі сиыр ұстап, екі қой ұстаған ауылда болмайды ол. Бұл мал бағып жатқан жоқ, ол өзін бағып жатыр деген сөз. Жалқау. Мынандай жалқау нәрселер поколение, мысалы 40 пен 60-ның арасында шығар мүмкін, 30 пен 60-ның арасында, білмеймін ғой мен. Дегенмен, бұлай ертең біздің экономикамызға кері әсер еткізеді. Жатқызбаңдар әйел адамдар. Адам болмай ма? Адам болмай ма? Өзіңіздің істеп жатқан жұмысыңыз өзіңізге нанға жетеді. Сізге соны айтайын. Ол ажырас адамына деп жатқан жоқ. Просто оған айт, сен адам боласың ба, болмайсың ба? Сөйлесіп бетін ашыңдар. Ертең 5 жыл өтуі мүмкін, 10 жыл өтуі мүмкін. Осы бір шеңберден шықпай қаласыздар. Соны ескертіп отырмын.